Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ жасайтын боламыз. Салқын суға сиырдың немесе жылқының етін саламыз. Сүрленген болса тіптен дәмді болады. Бетін жауып 2 сағатқа қоямыз. 2 сағаттан кейін осылай қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Міндетті түрде көбігі сорпаға араласпауы тиіс. Етіміз дайын болғанша қамыр илейміз. Ол үшін бізге ұн және салқын су, тұзбен қажет және 1 жұмыртқа қажет. Осының барлығын араластырып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Суды бірден қоспай, осылай жай қосып, өйткені көп болып кетсе қамырыңыз жұмсақ болып қалуы мүмкін. Ең соңында мен осылай сұйық май қосамын және әбден иін қандырып илеймін. Жарты сағатқа бетін жауып қойып, тағы да иін қандырамыз. 3-3,5 сағат қайнаған етімізді сорпадан сүзіп алып, оған енді тұздық дайындаймыз. Сорпамызды бір рет қайнатуға қоямыз. Тұздығымыз пияз және сорпаның бетіндегі майы болуы тиіс. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Әбден иі қанған қамырды жаю оңайырақ болады. Барлығын шет-шетін бірдей етіп, дөңгелек және жұқа етіп жаямыз. Осылай жұқалықта шықты. Менікі өте жұқа болады. Енді осы қамырымызды етке ыңғайлап кесіп аламыз. Қайнап тұрған сорпамыздың бетіне қамырымызды шет-шетінен салып және бірден араластырып отырамыз. Сорпамызға қамыр бірден қайнап шыққаннан кейін түсіре берсеңіздер болады. Ары қарай уже езіліп кетеді. Түскен қамырымыздың бетіне бірден тұзды құямыз, ортасы жабыспас үшін. Тамағымыз дайын болды. Өз қалауларыңызша сәндеулеріңізге болады. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.